500 теңге маңайында тұратын, 10 минутта дайын болатын кәрісше эноки саңырауқұлақтарын дайындаймыз. Қызыма ояна сап дәмін көр деп едім, бір тәрелкесін лезде жеп қойды. Алдымен саңырауқұлақтардың түбін кестім, тұзы бар суға жуып шайдым. Арасын тармақтап ажыратып алып, табаға аздап сұйық май құйып, қыздырып, әр жағын 1 минуттан үлкенірек отта сарғайғанша қуырдым. Тұздыққа, ыдысқа майдаланған сарымсақ, томат пастасын, қантты соя соусын және суды құйып, дұрыстап араластырдым. Енді тұздықты үстіне құйдым, 5-6 минут орташалау отта бірге қайнаттым. От астын өшірдім. Көп қайнатуға болмайды, әйтпесе саңырауқұлақтар қытырламай жұмсақ болып кетеді. Әдемі тәрелкеге салдым, күнжітпен туралған ас көктен септім. Бұл саңырауқұлақтардың пайдасы өте зор. Күрішті гарнир қып ұсынсаңыз болады, ал астарыңыз дәмді болсын.